Сәлем менің каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге тары шайдың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл шайдың денсаулыққа пайдасы өте зор. Осы тарының құрамында амин қышқылдар, сосын пайдалы өсімдік майлары, көмірсулар мен түрлі дәрумендердің, минералдардың жиынтығы болады екен. Сол үшін де жаңа босанған келіншектерге осы тарыны қайнатып шайын береді, одан сөк көже береді. Тары дегеніміз шаштың, тістің, сүйектің, буындардың қатаюына көп көмегін тигізеді екен. Олай болса, осының пайдасын біле тұра біз арасында осылай тары шай жасап ішіп тұрғанымыз денсаулығымызға өте пайдалы. Тары шайды жасау үшін алдымен осылай кастрюлямызға суымызды қайнатып, үстіне сөгімізді жақсылап жуып салып, 10 минутқа қайнатып аламыз. Мен примерно 1,5 литрге 1 кесе сөк салдым, тары салдым. Одан соң қайнайым дегенше осылай